Мақта қыз. Сәлем, Мақта. Сәлем. Бүгін қандай ойын ойнаймыз? Ой, байқашы, Мақта. Кәмпит? Кәмпит? Саған не болды? Саққұлақ. Ой, ол кәмпиттің тәттілерін ұрлап кетіпті. Оны қайтаруға көмектесейік. Алға, кәмпит. Есік жабық. Мақта, кәмпит, жақын маңайда кілт бар шығар. Қане іздеп көрейікші. Кілттерді таптым. Жарайсыңдар. Енді есікті ашу үшін оның түсімен сәйкес кілтті табу керек. Ал есіктің түсі қандай? Мен білмеймін. Онда бұл есіктің түсі қандай затпен түстес? Ойланып көрейікші. Алма. Жүрек. Кәмпит. Жарайсың. Бұл қызыл түс. Қызыл. Я, қызыл. Есікті ашу үшін қандай түсті кілт керек? Қызыл. Дұрыс. Кеттік, кәмпит. Саққұлақ. Жоқ. Мақта, енді мына есіктің түсіне ұқсас кілт керек. Қалай ойлайсың, бұл түс неге ұқсайды? Аспан. Теңіз. Құс. Керемет! Бұл көк түс. Көк есікті ашу үшін қандай түсті кілт керек? Көк. Дұрыс! Саққұлақ. Ал бұл есіктің түсі неге ұқсайды? Күн. Ірімшік. Балық. Тамаша! Бұл сары түс. Сары есікті ашу үшін қандай түсті кілт керек? Сары. Дұрыс айтасың. Саққұлақ.
Саққұлаққа қарашы. Оның көңілі түсіп кеткен сияқты. Саққұлақ, сенің тәтті жегің келіп пе еді? Онда ұрлаудың орнына сыпайы сұрауың керек еді. Мақта, кәмпит, оны кешіресіңдер ме? Біз сені кешіреміз. Мақта, кәмпит, Саққұлақ сендерге рахмет деп жатыр. Уақасы жоқ.